Сәлеметсіңдер ме балалар? Балалар, біз бүгін бірінші сынып ана тілі пәнінің 7-ші сабағын өтетін боламыз. Сабақтың тақырыбы дауысты және дауыссыз дыбыстар. Олай болса, бірінші жаттығуға назар аударайық. Мәтінді мәнерлеп оқы. Мәтіннің тақырыбы қыс. Өзенді, көлді мұз жапты. Қалың қардан шөптің басы көрінбейді. Орман ішінен құстарды көре алмайсың. Қоян күндіз жасырынады. Түнде ғана жас ағаштарды кеміріп жүр. Қысты күні үй хайуанаттарына да бапсыз. Иелері жылы қораға шөп салып бағып қағады. Адамның өзі де суықтан қорғанады. Үйіне от жағады, жылы киім киеді. Балалар, бұл мәтіннің авторы Міржақып Дулатов екен. Олай болса, балалар, сандықшаның тұсындағы сөздікке назар аударайық. Бапсыз деген сөз жайсыз, қолайсыз деген мағынаны білдіретін сөз екен. Осы сөзді жаттап алыңдар, балалар. Ендеше астындағы сұрақтарға жауап беріп көрейік. Қыста, орманда, өзен, көлде қандай өзгеріс болады? Оның себебі неде деп ойлайсың? Балалар, қыс мезгілі суық болумен ерекше. Қыс мезгілінде қар өте көп жауады екен, балалар, иә? Демек, ормандағы ағаштарды қалың аппақ қар жабады екен. Сонымен қатар, кейбір өзен көлдер суық болғанға байланысты мұз болып қатып қалады екен, иә? Сонымен қатар, орманда өмір сүретін кейбір құстар жылы жаққа ұшып кетеді екен, яғни қыс кезінде кейбір құстар орманда болмайды екен. Оның себебі неде деп ойлайсың? Әрине, қыс мезгілінің суық болғанына байланысты. Кейбір жануарлар, кейбір құстар суыққа шыдай алмайды, яғни суыққа төзімсіз келеді. Сол себепті олар жылы жаққа ұшып кетеді екен, балалар. Оның астындағы сұрақта басқа аңдар туралы не білесің дейді, балалар. Мысалы, балалар, аю деген аң қыс мезгілінде қалың ұйқыға кетеді екен. Жаз бойы денесіне қорек жинап, қыс бойы ұйқыда жатып, сол бойына жинаған қорекпен қоректенеді екен. Ұйқыда жатқан аюды оятуға болмайды екен. Себебі өте қауіпті болады. Сонымен қатар, қояндар да қыста өздерінің терісінің түсін ақ түске өзгертеді екен. Яғни, бұрынғы түсі түлеп түсіп, орнына ақ түктер шығады екен. Ол не үшін, балалар? Себебі қыста аппақ қармен түстес болып, бірден көзге түспес үшін, басқа аңдарға жемтік болып қалмас үшін, осылай ол қардың түсімен бірдей болып түсін өзгертеді екен. Олай болса, келесі екінші жаттығуға назар аударайық. Көп нүктенің орнына тиісті әріптерді қойып, сөздерді көшіріп жаз дейді. Балалар, мінеге бірінші сөзде өз, одан кейін бір әріп және н әріпі бар екен. Яғни біз бұл жерге бір әріпті қойып, мағыналы сөз шығаруымыз керек. Мысалы, әріпін қойып, өзен деген сөз шығарамыз. Ал екінші сөзге әріпін қойып, күндіз деген сөзді шығаруымызға болады екен. Үшінші сөзде қысты күні. Ал төртінші сөзде әріпін қойып, киім деген сөзді шығаруымызға болады екен, балалар. Ендеше жаттығудың астындағы тапсырмаға назар аударайық. Сөздердегі дыбыстардан қайсысы дауысты, қайсысы дауыссыз екенін айт. Олай болса, балалар, ең бірінші сөз өзен деген сөзге назар аударайық. Өзен деген сөзде және дыбыстары дауысты, з және н дыбыстары дауыссыз. Келесі екінші сөз күндіз. Бұл сөзде және дыбыстары дауысты және к, н, д, з деген 4 дыбыс дауыссыз болады екен, балалар. Ал үшінші сөз қысты күні. Балалар, бұл жерде қанекей бірге санайықшы дауысты дыбыстар және дауыссыз дыбыстарды. Бұл жерде деген дыбыстар дауысты дыбыс. Ал қалған дыбыстар, яғни қ, с, т, г, н деген сөздер, әріптер дауыссыз дыбыстар болып саналады екен. Соңғы сөзіміз киім. К және м дыбыстары дауыссыз, и және дыбыстары дауысты.
Жарайсыңдар балалар. Енді үшінші жаттығуға назар аударайық. Сурет бойынша сөз жұмбақты шеш дейді. Балалар, бұл жерде бір санының тұсында тұрған қандай жануар? Дұрыс айтасыңдар, қоян. Олай болса, мына жерге бір санының тұсына қоян деп жазамыз. Балалар, олай болса, екі санының тұсында тұрған ағашқа назар аударайық. Бұл қандай ағаш? Дұрыс айтасыңдар, шырша ағаш екен. Демек, екі санның тұсына шырша деп жазамыз. Енді үш санына назар аударайық. Үш санның тұсында бір құс тұр. Ол құстың атауы қандай? Ол құс саңқылдайды екен. Саңқылдайтын қандай құс балалар? Сауысқан екен, саңқылдайтын сауысқан. Ендеше үш санның тұсына сауысқан деп жазамыз. Сонда балалар, қыз деген сөз шығады екен. Мінекей балалар, біз сөз жұмбақты дұрыс шештік. Яғни қыз деген сөз шықты. Жарайсыңдар балалар, тапсырмаларды өте жақсы орындадыңдар. Осымен бүгінгі біздің 7-ші сабағымыз өз соңына жетті. Келесі кездескенше сау болыңдар.